Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бүткіл әлемді өзіне ғашық қылған итальяндық кептірілген қызанақтың рецептімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда вяленые помидоры дейді. Витаминге өте көп, витамин 12, витамин 6, витамин С, калий және де тағы басқа айтылмаған көптеген витаминдерге толы. Қандағы қанттың азаюына, холестериннің төмендетуіне өте пайдасы зор, және де көптеген таңғы астарға, түскі астарға, суптарға, салаттарға, пиццаларға, бутербродтарға да, және өзін тек қана нанға жағып жесеңіздер де енді дәмі керемет, хош иісті болып шығады. Сол себепті осы рецептпен сіздерге бөліскім келіп отыр. Видеоның маңызды сәтін жіберіп алмау үшін видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерге барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Ең алдымен бізге қызанақ керек болады. Қызанақты таңдаған кезде қаттысын, сулы емесін, еттісін таңдаңыздар. Қызанақтың қатты пісіп кеткені керек емес, онда біздің қызанағымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себепті осындай менікі сияқты еттісін, сопағын және көлемдері бір болғаны дұрыс. Қызанақтың сулысын неге таңдамаймыз? Өйткені біз пешке пісірген кезде бізге аз уақытта қызанағымыз тез кебу үшін осындай еттісін, қатты сулы емесін таңдауымыз керек. Егер қызанақтарыңыз үлкендеу болса, осындай 4 бөлікке бөлсеңіз болады. Егер кішірек болса, 2 бөлікке бөлсеңіз болады. Енді пешіміздің науасына пергамент қағазын төсеп, үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап майлап шығамыз. Майлап болғаннан кейін қызанағымызды бір-біріне жақын қылып, қатарынан тізіп шығамыз. Неге жақын қыламыз? Өйткені біздің қызанағымыз пешке салғаннан кейін оның көлемі кішірейеді. Сол себепті араларында көп орын қалқамау үшін осылай жиі тығыз орналастырамыз. Енді татымына қарай тұз сеуіп шығамыз. Қызанақтарды бір көлемде таңдаған себебіміз, біз пешке пісірген кезде біреу ерте пісіп, біреу кеш піспейді. Сол себепті бір көлемде таңдағандарыңыз дұрыс. Тұзды жақсылап сеуіп алғаннан кейін келесі қант себеміз. Қантты да осындай өздеріңіз татымына қарай сеуіп шығасыздар. Өте көп сеудің қажеті жоқ, осындай мен көрсеткендей сеуіп шығасыздар. Енді мына жерде итальянский травы қосып жатады біреулері. Менде үйде болғаны базилик, орегано және розмаринді үшеуін араластырып, осылай қызанақтарымыздың бетіне жақсылап сеуіп шықтық. Енді мен алдын ала сарымсақты дайындап қойдым. Осындай бөліктерге бөліп, осы сарымсақтарды қызанақтардың беттеріне қойып шығамыз. Қызанақтардың беттеріне қойып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 100 градустағы пешке саламыз. 100 градус 2 сағаттай тұрады. 2 сағаттан кейін 70 градусқа қоямыз. 4 сағаттан кейін алып отырмын. Су шығып тұр әлі қызанағымыздың, бұл дегеніміз әлі дайын емес деген сөз. Қайтадан пешке қойдым. Барлық сағаты 12 сағатта дайын болды. Қызанағымыз дайын болғанда осындай су шықпайды. Тура осындай болып шығуы керек. Су жоқ, біздің қызанағымыз, кептірілген қызанағымыз дайын болды деген сөз. Нақты мөлшерлерін видеоның астына описание бөліміне тастап кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді осы кептірілген қызанағымызға үстіне май құю үшін бізге сұйық май және зәйтүн майы керек болады. Мен ыдысқа қыздырмаймын, өйткені қатты түтіндеп майымыздың дәмі өзгеріп кетпеу үшін осындай мен қайнаған ыстық суға қыздырамын майымды. Жартылай өсімдік майын, жартылай зәйтүн майын құйдым. Енді ыдысымызға су құйып, отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін суымыз қайнай бастаған кезде 15 минутқа қалдырамыз. 15 минутта біздің майымыз қызып дайын болады. Енді жаңағы кептірілген қызанақтарымызды осындай банкаларға салып шығамыз. Бір слой салғаннан кейін жаңағы шөптерімізді сеуіп отырамыз. Бір слой салдық, шөбімізді себеміз. Бір слой салдық, шөбімізді сеуіп, солайынан банканы толтырамыз. Бұл жерде менде орегано, базилик және розмарин шөбі араласқан. Осылай барлығын банканы толтырамыз.
толтырғаннан кейін жаңағы қызып тұрған майымызды осының үстінен құямыз. Қызанағымыздың үстінен асып тұру керек. Қызанақтан аспай тұрса, біздің қызанағымыз көгеріп, беті бұзылып кетуі мүмкін. Сол себепті біздің майымыз осы қызанақтың бетінен асып тұру керек. Осымен біздің итальяндық кептірілген қызанағымыз дайын. Сақтайтын орын холодильникте сақтағандарыңыз дұрыс, немесе суық жерде сақтағандарыңыз дұрыс болады. Енді бағана айтып өткендей, көптеген тағамдарға қосуға болады, және дәрумендерге мол, пайдасы көп. Сол себепті сіздерге осы рецептпен бөлістім. Егер менің рецептім ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.